Құрметті көрермен, сіз білесіз бе, қазақ халқында қарапайым қамшының өзін ұстаудың әдебі болған. Мәселен, үйге келген кісі қамшысын бүктеп ұстап кірсе, онда дау айтуға келгені. Ал егер бүлдіргісін ұстап сүйретіп кірсе, онда жоқ іздеп жүргені. Ең бір қызығы, егер қонақ қамшысын байқатпай керегеге іліп кететін болса, құда болуға ниет білдіргені болып есептеледі. Бұл қазақы мәдениет. Жалпы ғалым Ахмет Тоқтабай қамшының 22 түрін 15 қамшылау әдісін жазған екен. Тағы бір қызық дерек. Орыс халқы ертелікте қамшыны нагайка деп атаған. Себебі 15 ғасырда орыстар ноғай жеріне жылқы алуға барғанда, ноғайлардың қолындағы қамшыны көріп, солай деп атап кеткен деседі. Қазақ үшін қамшының құндылығын 1940 жылы Моңғолияда Баян-Өлгей ұлттық аймағын құруға мұрындық болған Маршал Чойбалсанның қазақтың астында аты, қолында қамшысы тұрғанда, бұл халыққа еш нәрсе істей алмайсың деген сөзінен байқауға болады. Тағы бір қызық дерек. Қазақ халқы барымта кезінде қасқыр соғатын жуан дырау қамшыдан басқа суық қару қолданбаған екен. Дырау қамшы жуан тілінген таспадан өрілген. Өрімі ұзын, әрі жалпақ. Ұрыс қорғаныс қаруы ретінде қолданылатын қамшының түрі. Жоғарыда айтып өттік. Қазақта үйленуге байланысты жосын жоралғылар жүйесінде қамшының өзіндік қызметі болған. Енді таратып айтар болсақ, құда түсуге ниет білдірген жігіттің әкесі қамшысын белгі ретінде сол үйдің керегесіне іліп кеткен. Егер қыз жақ келіспеген жағдайда, сол қамшыны белгілі уақытқа дейін қайтарып берген. Қарапайым қамшының осы халқымыздың өмірінде бірнеше атқаратын қызметі бар, функциясы бар. Ең бірінші, бұл қамшы қазір күнделікті өмірде біз ат айдаушы құрал. Ал енді қамшының бұдан басқа жаңағы қызметі бұл өткен замандарда осы 19 ғасыр, 20 ғасырдың басына дейін бұл билік құралы болған. Билердің, хандардың қолында қамшы болған. Қамшы осын қару 48 таспаға дейін өріледі. Соның ішінде атақты дойыр қамшылар болған. Қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрінде бұл қамшының атқаратын қызметі үлкен. Бұл әсіресе мынау үйлену тойы дейді, болмаса баланың жаңағы кішкентай сәби кезінен бесікке салуынан бастап осы қамшы бұл өте қасиетті болған. Ең бірінші қамшыны Европаға апарған осы біздің арғы ата-бабаларымыз ғұндар, біздің заманымыздың 4-5 ғасырларында сол ғұн жауынгерлерінің қолында қамшы бейнеленген. Бұғанға дейін бұл Европа қамшы дегенді, етік дегенді, болмаса шалбар дегенді білмеген.